Қасқырдың өзге аңдардан дара, олардың ешқайсысына ұқсамайтын қасиеттері көп. Мұны қазақ жақсы білген. Қасқыр жайында қазақ халқында қалыптасқан ұғым түсініктер көп. Қасқыр ешқашанда 2 рет жұп құрмайды. Қаншығы, яғни құртқасы өмірінде бірақ рет бөлтірік дейді. Қасқырдың терісін тірідей сойып алсаң да, қыңсылап дыбыс шығармайды. Қасқырдың терісін сыпырсаң да, тектілігін сыпыра алмайсың деген ата-бабаларымыздан қалған сөз бар. Қасқырдың терісін сыпырып алғаннан кейін де етіне шыбын шіркей қонбайды, құрттамайды, қатқан болып жата береді екен. Исін сезген бірде-бір аң еттің маңына да жоламайды. Бұралқы иттер қасқырдың өлексесі бар үйдің маңынан аулақ жүреді. Еркегін күшік кезінен асырасаң да, құйрығын бұлғаңдатып еркелемейді. Тек құртқалары құйрығын бұлғаңдатып еркелейді. Қасқырлар құйрығын көп көтеріп жүрмейді. Тек шабуылға шыққанда немесе қарсы жаумен қарсыласқанда, өзіңе қатты сенімді болған кезде құйрығын көтереді екен. Иттің иесі болғанымен бөрінің тіңірісі бар деген ата-бабалардан қалған қазақта мақал бар. Қасқырлар жазда тауға, қыста жазыққа ұмтылады. Қазақ қасқырдың атын атамаған, құтырып кетеді деп ойлап, ит құс деп атаған. Қасқырдың терісінен жасалған ішікті белсіздікке ұшырайды деп жас жігіттерге кигізбеген. Тек қасқырдың терісінен жасалған ішік тон киімдерді үлкен қарт кісілер киген. Қасқырдың ішігін жамылған адамды боранды дауыл болса да, суық ызғары өтпейді. Қасқырдың терісін 1-2 сағат бөстек қылып отырсаңыз, күні бойы денеңіз қызып жүреді. Терісін аяқ киімге ұлтарақ қылып салсаңыз, табаныңыздан еш уақытта суық өтпейді. Бірақ қан қысымын көтеруі мүмкін. Қазақ бөріні киелі деп бір тұтқан. Қазақ халқы көне заманнан байрағына көк бөрінің бейнесін бейнелеген. Қасқырдың жүрегімен баланы ауыздандырса, ол бала қасқырдай алғыры тегін болмайды деп ырымдаған. Әсіресе қазақ батырларының аналары 2 қабат кезде қасқырдың жүрегіне жерік болып, жүрегін жеген. Балаларымыз қасқырдай алғыр, өжет батыр болып өсін деп. Әйелінің аяғы ауыр кезде ер адам түсінге көк бөрі көрсе, онда ол текті бала туады деп жорыған. Қасқырдың тісін, тырнағын бойтұмар қылып тағып жүрсе, тіл көзден аман болады деп ұққан. Қасқырдың інжісі жатқан жерге бұралқы иттер тағы басқасы жоламайды. Қасқыр еш уақытта иттің күшігін бауырына баспайды, ал ит қасқырдың күшігін бауырына баса береді. Қазақ тектілері түрлі жағдайларға байланысты кейбір азаматтардың нағашысының қолында болып кейін өз жұртына келсе, итемген сүтемген деп атаған, яғни 2 киелі руақты емген. Қасқырдың асығы мен иттің асығы бір-біріне ұқсамайды. Ұйлыққан қасқырды қазақ атпаған, өршіленіп кетеді деп ойлаған. Жазатайым атып қалса, екеуін де атып алуға тырысқан. Өйткені біреуі аман қалса, сол күннен бастап сол ауылдың малына, жанына шабуыл жасаған. Атқан аңшының малынан бөлек бала шағасын қырып кетуге тырысқан. Қасқырдың терісін илеп, қайнаған суға бірнеше рет салсаңыз да, өзінетін иісі ешқашанда жоғалмайды деген түсінік бар. Қасқырды қазақ халқы ешқашанда азаптап өлтірмеген, киесінен қорыққан, құрметтеген. Егер де азаптап өлтірсе, жамандыққа ұшырайды немесе ұрпағына зиян келеді деп ойлаған. Сондықтан қасқырды аулаған жағдайда қорламай тезірек өлтіріп тастауға тырысқан. Өмірде қасқырдай айлакер, үйімшіл, ақылды жыртқыш жоқ. Қасқыр қыста боранды күндері күніне 100 шақырымнан астам жортады. Аңшылар қасқыр аулаға шыққанда мылтығының ұңғысының аузын жауып қоятын болған. Себебі қасқырлар бірнеше шақырымнан болса да мылтықтың иісін сезіп қояды. Қасқырдың тісі тиген, қасқыр талаған малды қайта қатарға қосылмайды деп сойып тастаған. Қасқырдың ұрғашысы мен еркегі, яғни құртқасы мен арланы бөлтірігіне жеген тамағын құсып беріп тамақтандырады. Зіре тілінің күші 7-ге бөлінсе, қазақ халқы біреуі қасқырдан деп ұққан. Қасқырдың тісі тік болмайды, айқасып қалады. Тым қатты ашыққанда аузын ашып жүреді, өйткені жағы қарысып қалады. Аңшылар қасқырды атпен қуғанда бір жағынан қуған, ден шаршағанда екінші жағынан шығып қамшы, дойыр, шоқпармен ұрып алған. Себебі қасқырдың мойны да бұралмай, қарысып қалады. Қасқырдың ішігін киіп атқа жақындаса, ат үркіп, мінгізбей қояды. Қасқырдың көзі өте өткір болады. Түнде шамсыз да қып-қызыл болып жанады. Қасқыр дыбысты 10 шақырымнан естиді, иісті түгел ажырата алады. Қасқыр жаны қысылғанда 2-3 метр биіктіктен секіріп өтіп кете береді, немесе биік құздардан секіріп өледі қолға түспеу үшін. Қасқыр ұзақ сапарға шыққанда бір топ болып өтсе де, яғни үйір болып бір ізбен жүрген, соқпақ жасамайды.
үйірді бастап жүретін арландары болады. Қасқырлар жүрген кезде үйірдің алдыңғы шебінде ауру, ақсақ қасқырлар жүреді. Олардан кейінгі шепте 4-5 арландары жүреді. Олардан кейінгі шепте ұрғашы құртқалар мен буаз құртқалар және бөлтіріктері жүреді. Олардан кейінгі шепте 5-6 мықты арландары жүреді. Соларды бақылап қарап ең соңғы шепте бөрінің өзі жүреді. Қасқырдың үйірінің басшысын бөрі деп айтады. Сарыған тезек тастаған жеріне 3 немесе 7, 14, 21 күнде итеуір бір соғады, және ескі қораға, құдық ұстауға бір соқпай кетпейді. Аңшылар осыны біліп, дәл сол жерлерге қақпан қойған. Қасқырлар бөлтірігін туарда апанын судан қашық қылмайды, 2-3 шақырымдай жерден қазады. Бөлтірік десе жанындағы елді мекендердің малына шаппайды. Жаңадан туғанын соқыр, майтабан, қарақұлақ, бөлтірік, көксерек деп атайды. Қатыгезін қорқау бөрі, кейде шөгелдейді. Қорасына ала арқан керген ата-бабаларымыз малға шаппайды деп ырымдаған. Қасқырлар боранды күні құтырады. Әсіресе осы күндері малға шабады. Қасқыр өлексе етті жемейді, тек өзі аулаған балғын жаңа етті жейді. Ұстап алған жемтігімен ыстықтай қоректенеді, бір жегенде 10 келідей ет жейді. Қасқыр төбесі жабық мықты салынған мал қораға кіре алмаса, сол мал қораға өзінің құйрығы сиятындай тесіктен құйрығын салып болғандатады. Себебі кейбір қойлар қасқырды көрген кезде жүрегі жарылып өліп кетеді екен. Малдың иесі, яғни қойшы, сол арам өлген малды мал қорадан алып лақтырып тастағаннан кейін, сол өлексені артынан иіспен іздеп тауып алып жейді екен. Қасқыр қойлардың үстінен секірген кезде, кейбір қойлар қасқырдың тісі тимесе де қорыққаннан жүрегі жарылып өліп кетеді.